жерде мақсатымызда Python программасында программа құру. Қазір сендерге тапсырма беремін. Бірінші топ бір өлшемді массивті ережелермен таныстырамыз. Ал екінші топ сұрыптауды жасай береміз. Өзіміздің топтық жұмысты жасап шығарамыз. Оқушылар, уақытымыз аяқталды. Тақтаға шығып, қолдай қойайық. Келе отырыңыз. Бір өлшемді массив бір жолдан бірнеше бағаннан тұратын элементтер болуы мүмкін. Массив өзінің санына байланысты бір өлшемді массив, екі өлшемді массив және n өлшемді массив болып үш түрге бөлінеді. Іздеу критерияларына сәйкес келетін деректер жиынтығын айқындау үшін белгілі бір ақпараттарды өңдеу. Тізім ағылшын лист мағынасын береді. Ол негізінен тізімдердің бір бөлігі. Ол программалау тіліне енген сандарды реттелігін анықтайды. Сызықтық және тізбектік тізім өңдеудегі ең қарапайым элемент болып табылады. Python программалау тіліндегі элементтерді ауыстыру элементтердің сұрыптау деп аталады. Қане оқушылар, бүгінгі сабаққа байланысты термин сөздермен танысып алайық. Бәріміз бірге оқып танысып алайық. Тізім, список, лист, массив, array, бір өлшемді массив, одномерный массив, one-dimensional array, элемент, индекс, элементті іздеу, поиск элемента, finding element, іздеу алгоритм поиска, search алгоритм. Жақсы, рахмет оқушылар. Енді бәріміз практикалық жұмыс жасап көрейік. Бүгінгі сабаққа Python программасында программа құрып көрейік. Келе қойыңдар, компьютерге отыра қояйық. Нәтижесін қазір көретін боламыз. Қатесіз жазамыз. Екінші есептейміз. Тексереміз. АГРК деген атты шығамыз керек. Тексереміз жауабын тексереміз. Жақсы. Шамыз деген атымыздың шығыпты. Жұлдыз шамыз шықты. Nice. Good job. Nice. Ал енді бүгінгі практикалық жұмыстан кейін бір сергіп алайық. Ұшқыр ойдан ұтымды жауап арқылы бүгінгі сабаққа байланысты термин сөздерге, ережеге жауап берсек. Кім жауап береді? Кім дайын?
Негізінен абстрактты сілтеме дегеніміз ол Python программа тіліндегі басты бөлім. Ол негізінен элементтерді көшіреді. Translate, please. Absolute reference and this one that doesn't change when it is copied. Okay, good. Thank you. Келесі топтан тыңдайық, келе қоямыз. Кел. What is a computer virus? Computer virus дегеніміз не? Computer virus is an authorized program that inserts itself into a computer program and propagates to other computer virus. Nice. Компьютер вирусы дегеніміз бұл өздігінен компьютер жүйесінде пайда болатын және өз күшімен басқа компьютерге тарала алатын вирустың түрі. Жақсы. Келесі топтан. Сұрауға қояйық. Алгоритм дегеніміз не? Алгоритм дегеніміз белгілі бір қадамдарды шешуге арналған ережелер жиынтығы. Algorithm set of rules for solving a problem in number of steps. Енді бүгін біздің Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдығына арнап бір өлең айтып берсең. Сеніңкі Абай атамыздың әндерінен алынған сұрақ болатын. Абай Құнанбаев әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалам. Сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін тап та бар қалам. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Жақсы, рахмет. Найс, отыра қой. Қанки балдар, жақсы. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау үшін Quizlet Live-та бүгінгі термин сөздермен қолданылған сабақты қорытындыласақ. Қазір Quizlet Live-ға тіркеле қояйық. Тіркеліп болсақ, ойынды бастайық, топқа бөлініп алайық. Жақсы, Елнұр өте жақсы деген бағытта жауап берді. Жақсы, рахмет. Сабағымыз қорытындылау үшін бүгін білім қоржынымен кері байланыс алып алайық. Тақтарға қарап, әрқайсына белгілесеңдер болады. Тақтарға жазу. Бар ма бәрі? Белгілес. Бүгінгі сабағымыз қандай болды? Түсінікті болды ма? Түсінікті болса, қызыл қоржынға белгілейміз. Тағы да мәлімет керек болса, көк қоржынға белгілейміз. Түсінбей жатсаңдар, сары қоржынға белгілеп береміз.